Ассалаумағалейкум мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Бір бауырымыз жазған екен, балапандар туралы видеосы деп. Сол бауырымыздың айтқан сөзіне видеосы рендеп жатырмын. Бізде қазір мұнда тұрған адлер балапандары, серебристый адлер. Оларға алла бұйырса осының 21-і бір ай болады. Және де ішінде бір ғана австралиялық жүр. Алла бұйыртса тағы да балапандар шығаратын боламыз. Мына балапан голый жүр, үстінде дөм жоқ, инкубатор, птиц фабриканың балапандар сияқты. Сосын менде мынандай екі аяқ қайырылып қалды. Баяғы жазда да өздеріңіз білесіздер, австралиялықтың балапандарының солай аяқтары қайырылып қалған болатын. Мен енді соның кесірі неден екенін іздеп тапқан сияқтымын. Потому что мен өзім инкубатордан балапан шығып жатқан кезде ең бірінші шыққандарын өзім астына мата салып дұрыстап жасап қойған болатын. Балапандар соған салынды. Сыймаған балапандарды екінші коробкаға салған. Үйдегілер мен жоқта сол кезде астына мата жаюды ұмытып кеткен. Балапандардың бұттары талтақ болып кетті. Бір-екеуінің аяқтары қисайып қалды. Оның аяқтарын талтақ болып кеткендер шамай жіппен түзеп дұрыстап қойдық. Енді аяқтары майыстырып алғандар солай қалды. Енді бәрі емес, тек қана екі штук балапанның аяғы қалпына келмей қалды, майысып. Енді қазір өсіп жатыр. Енді алдағы уақытта бір ай, 2 айлық немесе 3 айлық кезінде жақсы болып, ірі болып өсіп жатса, оларды сойып аламыз. Қалғандарын барлығы жүре береді, аман есен бұйыртса, өсіп жатса. Қазір енді алдағы уақытта мына жерде бізде адлер балапандардың көбі атеш сияқты ішінде. Точнысын білмей тұрмын, енді бір айдан кейін белгілі болады. Атештерін енді алам дейтін жандар болса, алдағы уақытта 3 айлық, 4 айлық кезінде сатылымға шығады. Сол кезде кішкене атештер қымбатырақ өтеді. Потому что бұл жерде атештер өзінің әкесіне тартқан. Балапан атештер өзінің әкесіне тартқан, бойлары ұзын, бойшаң өсіп келе жатыр, шүкір. Енді бұл жерде брактары бар. Брактарын домашний тауықтарға қосамыз балапандарға. Үлкен манағыдай жақсы окраскілер жақсыларын өзімізге жұмыртқа бағытында алып болатын боламыз. Енді алдағы бұйыртса біздер тағы да инкубаторға балапан шығарамыз, алда бұйыртса. Соған жұмыртқа жинап отыр, домашнийдікін, адлердікін, барлығыныкін. Солардан шыққаннан кейін өзіміз ішінде мықты, жақсы, окраск жақсы дегендерге 2 партия шығарып жатырмыз. Енді бірінші партия, екінші партияны шығарамыз, содан кейін өзімізге шығармаймыз. Сол екеуінен окраскысы жақсы, мықты дегендерді өзімізге алып қаламыз. Адлерге таза қанды ретінде. Сосын атешті басқа жақтан атеш алдыртамыз тағы да. Қазақстанның ішінен еле басқа мемлекеттен атеш алдыртамыз. Примерно бір 50 адлер ұстап қаламыз өзімізге. Қалғандарының барлығы атештері сатылымға шығады. Тауықтары өзімізге, бракованный тауықтар өзіміздің домашний тауықтардың арасына қосып беретін боламыз. Домашний ретінде сатуға да болады. Көреміз енді, алла бұйыртса, барлығын алла біледі, біздер просто оған себепші боламыз. Австралиялықтардан тоже шығарып жатыр. Енді австралиялықтарды да өзімізге алып қалатын шығармыз, алла бұйыртса. Көреміз. Осы балапандар енді бізге. Сосын енді брудер жасаған кезде, балапан шығар брудер жасаған кезде, брудердің асты міндетті түрде сеткі болған дұрыс. Бізде міне көріп тұрғанда астында сеткі жоқ. Жалпы сеткі болса, шыққан боқтарына өзінің аяқтары жабыспай, боқтары арғаты сеткіден төмен түсіп кететін болады. Бізде қазір таңда сеткі жоқ, астарын күнде тазалап тұрамыз. Әйтпесе бұлардың аяқтарына жабысып, боқтары аяқтарын жарақаттау мүмкін. Сол себепті шамай келсе біздер күніне бір рет астарын тазалап тұрамыз. Осы балапандар бізде міне аяқтан жабысып отыр. Осы аяқтарын балшық жабыспау үшін міндетті түрде астарында сеткі болу керек. Сол біздің бірінші қателігіміз. Енді амал жоқ, енді бізде қазір сеткі алатын ақша болмай жатыр. Потому что тауықтардың өзінің түскен ақшасын өздеріне кетіп жатыр, жеміне, светіне кетіп жатыр. Енді жаз басталады, бұйыртса да жазда уже сеткіге де алаға шығатын болады. Біз мынандай құм салып қоям. Құмға бұлар шомылады, үстіндегі бейіт, кене, сірке болған жағдайда үстері тазаланатын болады. Сосын балапан шығарғаннан кейін міндетті түрде суы, міндетті түрде жемі алдарына толып тұру керек. Бұлар уже өскен сайын жемді жақсы жеп бастайды. Алдарында жем болмай қалса, уже бұлар
бойларды өспей қалады деген сияқты. Сол үшін бұлардың алдарында постоянно жемдері тұру керек. Сосын балапанды алып сатқан кезде де өзіңіздің еңбектеріңізді бағалаңыздар, жемнің расходын есептеңіздер. Мысалы свет жағылып жатыр, соның расходын есептеңіз. Солардың барлығын қанша тауық сатасыз, сол тауықтарға бөліп үстіне ценаны қосасыздар. Өздеріңіздің еңбектеріңізді бағалаңыз, жұрттың еңбегін бағалаңыз. Әйтпесе даладан келіп сіздің еңбегіңізді ешкім бағаламайды. Әзірге видео осы. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.